Жансая Еркінбекқызы арнасына қош келдіңіздер, достар. Жансаяның арнасына Аяланың туған күніне түскен сыйлықтардыға распаковка жасағымыз келіп жатыр. Аяла! Келе қойшы бошы, енді күттіріп қоясың сен. Түнгі саат 12-де бургер мен коламен құттықтадық бұл қызды. Ал жатақханадағы спортсменка Аяланы мощный құттықтаған едік, құрбыларымен. Ал давай, сыйлықтарыңды давай. Бірінші содан бастайсың ба? Давай, бірінші мынадан бастайды екен. Ал онда бірінші осыдан баста. Бұл Жансаяның сыйлығы. Жансаяның сыйлығы. Наклейка ма бұл не бұл? Типа блокнот, наклейка, күштісін, құтты болсын. Тағы не бар екен? Уау! сквиш блокнот. Сыртында мынандай сквичі бар екен. Қара, сквичі бар екен. Еще синабро. Біз әлі осындай неден шыға алмай жатырмыз ғой, кейіпкерлерден. Ал енді Альбинаның несін ар жақтағына вкусняшки. Аха. Ух ты, канеки. Жылда саған нелер, ойыншықтар, мишка, мысық, сондайлар ап беретін еді қой, Анау тренд хит болып атқан мишкалардың неше атасы жатыр үйде. Ал енді бұл вкусняшкиді жылда сыйлаймыз ғой. Пленканың үстіне бүйтіп төгесіз. Пленканың үстіне. Ух ты! Бұны бізде Альбина мен Мұхаммед таңдады ғой. Міне Milky Way, Bounty. Еще мынаны қарасай. Оқышы. Оқышы кән? Сені қырсық деп алған жоқпыз. Қырсықпай, күліп ойнап жүр деп ниеттеніп алдық. Жақсы көресің ғой, Обожает ғой біздің. Мынау вообще. Құтты болсын. Мынау ше мынау. Біздің Аяла сағыз ғой, бірақ үйде шайнайсың, мектепке шайнап баруға болмайды. Өңшең, мына екеу өзі жейтін тәтті алған ба, или сен де ұнатасың ба? Ұнатасың ба? Мынаны ше, ұнатасың ба? Мынаны? Молодец, молодец. Аялаға ұнайтын, бірақ көбінесе өзің жейтін заттар алған сияқты сен қызсы, Алғанда, бірақ маған бұл ішіндегісі более шоколадтан көр ішіндегі ойыншық ұнайды. Ал бұл Жансаянікі, Альбинанікі, енді Мұхаммедтікі. Сол. Ал, шығаршы көрейік. Бұл идея Жансаяға келді негізінде. Мама мысық деп қоймайды. Ең болмаса қасында бүйтіп сипап, мысық сияқты қылып ойнап жататын. Осына осы мысықты әперші дегеннен кейін әперген болатын. Өзің ат қойып қой осыған. Мурка дейсің ба? Кішкентай мысықтардың аттары көп қой, короче, тауып аласың өзің. Альбинаға беріп тұршы, Альбина сипап алсын. Ал енді ана подписчиктердікін алып келші. Жаңа достар, бізге үйді тақылдатып, Аяланың туған күнін қақтан білетін білмеймін. Соған қарағанда осы Royal House'та тұратын қыздар-ау деп ойладық. Қасында үлкен апасымен, әпкесімен де, енді біздше әпкесімен кішкентай ханшайым келді. Осындай сыйлық әкеп беріп кетті Аяланың туған күніне. Бірақ есімдерін айтпағаннан кейін біз қазір айта алмаймыз. Өздеріңіз көріп отырсаңыздар, мен ғой апарған деп жаза кетіңіздер комментарийге. Мені Аяланың туған күніне ух ты, мынандай динозавр. Нелер, дракон, динозавр деп қой. Дракон наклейка, и сосын мынандай қасында, мынау үстінес, мынандай шопері бар. Осындай шопер әкепті. Күшті ракушки шопер. Әше қыздарға ұнайды осындай ракушки шоперлер. Күшті, рахмет. Жансай екеумізге дейді, сен туған күнің әкелген, бірақ Жансай мен Альбинамен бөліссең жарасады. Бірі әпкең, бірі сіңілің. Мынандай жылтыр түрінен, бисер түрінен, и мынандай простой түрінен әкепті. Рахмет, жаным, қандай вкус мынау, Ух ты! Ашы мынаны. Бізде Аяла помада деп қоймайтын еді. Не істейсің оны деуші? Несін қарасай? Еще саған ұнайтын түс қой.
Мынау сол ерінге контур сызатын карандашы. Екеуінің түсі бірдей екен, иә, почти что. Вау, кән. Мә, иісі молочный екен, әдемі. Ванильный. Балмұздақтың дәмі шығады. Короче, күшті. Қыздар, рахмет, осыны ұйымдастырғандарыңызға үлкен рахмет. Тип-типтай болып осындай сыйлық әкеп жүрген қыздарды айтсаңдаршы. Ал енді мама мен, ана гүл Ерасылдікі. Ол да әжептәуір гүл, кәдімгі қазір арзан гүл жоқ қой негізі. Ерасыл қоймады, әке жұмыста деп гүл алмаймыз ба, не сонда жылда әке гүл алатын еді. Мен ағасы болып гүлді мен бергім кеп жатыр дегеннен кейін гүл алдық. Құтты болсын. Ал енді әке екеуміздің сыйлығымызды әкеле ғой. Мұнда біз достар мынандай Нана! Ұнай ма? Мынандай кроссовка алдық. Ұнайтын шығар деген оймен. Кесін ба бұндай түс? Ұнатасың ба? Сен жалпы ондай яркий түстер ұнату үшін ғой. Аша ғой. Мама киімі. Көрсей саған. Өшең, анандай күшті трендовый таңдап жүріп алдым. Киіп көрмейсің ба? Қазір киіп көресің ғой, ә? Мынау Куроми футболка, арасында ауыстырып кие бересің, ана. Мынақта бар ғой, короче, джинсы шалбар алғам, сонымен бірге ауыстырып кисін деп. Мынау джинсы шалбар, шалбарың ескіріп қапты деп жаңасын алдым. Қалай? Күшті екен ме? Да? Күшті, саған да жұғысты болсын, Жансая. Ал енді осымен күшті трендтер түсіреміз деп ойлаймын ертең. Ертең азында күшті трендтер түсірейікші. Ұнай ма? Қазіргі мен айттым ғой, 7-8 жасар қызға деген едім, 7-8 жасар қыздар осындай рубашка алып жатыр деді. Давай киініп кел онда, қызық болсын. Давай киініп кел. Болса қызық болады. Давай, ә? Киін. Ал, давайте шақырамыз. Я. Да? Ух ты! Күшті, прям Жансая ше. Күшті ма, жарасты ма? Альбина сен ше? Маған да қатты. Ұнады ма? Жұғысты болсын. Екеуіңе жұғысты болсын. Бұйыртса, келесі ай сендер өйстіп мода көрсетіңдер бізге. Қалай қызым? Прям күшті, ерекше да? Ерекше. Ерекше. Именно осындай ерекшелігімен ұнады маған. Енді тренд. Мынау рилстар түсіре бересің. Кроссовкаң вообще бомба болып тұр. Бомба, прям. Пушка ғой. Күшті. Құтты болсын. Үстіңде тосын. Өмірің одан осын. Өмірлі қыз бол, бақытты қыз бол, жұлдызың жарқыраған қыз бол бұйыртса. Халықтың алдында халықтың сүйікті қызы бола бер бұйыртса. Таңдайың тақылдаған елді аузыңа қарататын қыз бола бер. Бұл лайк туралы айтып тұр ма? Ал, әумин деп қойсай. Анаңның ақ батасы, Құдай қаласа, жолың ашық, жұлдызың жарық қыз бол. Бақытты бол. Достар, жаңа біз Аяланың сыйлықтарына распаковка жасап жатқан кезде звондап бізді құттықтап қалды. Құттықтап жатқан адамдар көп, солармен сөйлесеміз деп. Мына жақтың атмосферасы өзгеріп кетті, сонымен мына жерге қайтадан ауысып келіп, енді мына сыйлықтарды ашып көрсетеміз. Ашайықшы, ішінде не бары, иісі, ана духилардың ше қызық болып жатыр. Оған дейін басқасын көрсетсеңіз. Мынаны жасай. Мынау да ұнады бізге, бұны әдемі құрбысы әпкеп берді. Ішінде мынандай, мына сырғасы түсіп кетті. Аяланың ұнатып жүрген жемчугі. Қане? Қызық болады ше, мама. Мынау да духи ма сонда? Иә. Кән көрейікші. Қазір, достар. Кән. Ал, искеңдер. Туалетный вода Диордың да несі шығады ше, иісі. Вообще, Диордікі шығады кәдімгідей. Париж деп тұр ғой. Вау, тоже әдемі. Бұл миск екен. Ал мынау крем, біреусі
қолға екен мынау. Мынау бетке болу керек. Богатый, кәдімгі боғатый иістер шығып жатыр. Мына жақта боғатый иістер. Күшті. Құтты болсын. Ал келесі. Мынаны ашайықшы. Ух ты. Бұл іңкәрдің сыйлығы. Бізде жатақханадағы қорқынышты емес елес деген видеомызды көрдіңіздер ме? Ешқандай қызды қорқыта алмайтын елес қыз туралы. Сол рөлді ойнаған іңкәрдің анасына рахмет. Іңкәрдің анасы дүкенге барып, өзі таңдап алып беріпті. Мына жақта 6 түрлі кремдер екен. Ал вообще супер ғой, мына вообще. Иісін ашшы көрейік. Жаңа дүке емес па бұл? Тәтті. Күшті, құтты болсын. Аяла. Вообще супер. Рахмет сізге. Ал енді мына синаброн ашайық. Ал кәнеки аша ғой. Бұл Жансаяның сыйлығы. Синабро блокнот. Біздің Аяланың блокнотқа деген махаббаты енді ашылып келе жатқандықтан біз Аялаға блокнот сыйлауды енді бастадық. Жұмсақ па? Сквич қой, мынау кәдімгі шынында да. Мынаны қара. Мынаны ұстап отырып демалып алады екенсің. Ал, мына сыртының өзі подушка ғой, кәдімгі жастық. Іші мынандай әдемі түс. Мынаусы вообще супер екен, мынаны қара. Ұстап көр, сквич кәдімгі. Күшті ма? Ал енді мынаны ашайық. Вау. Мынау не? Мынау не? Бұл типа андай қалай еді ана бір. Не істейді бұны? Іліп қояды ғой сымдағы. Брелоктар ма? Брелок. Брелоктар екен. Мына жақта несі тұр? Білетін жібі да, шынжы жіп дей ма? Мыналарды соған жапсырады ау деймін, по-моему. Иә? Мама, блокнотты қарасаңыз. Қане. Күшті ғой. Супер. Қайда? Вау. Әртүрлі беттер. Мынаған күнделік ретінде қарасаң болады. Мына айда мынандай жетістікке жетті. Мына айда мен не істедім? Мына аптаның мына күні деп ашайын. Қысқа нұсқа. Бүгін мен қатты қуандым, себебі Жансая маған сыйлық берді. Бүгін мен қатты ренжідім, себебі анам маған қатты ұрысты деген сияқты. Типа, вот прикол, для прикола айтып жатыр. Міне, мынаны Жансая көмектеседі саған істеуге. Бұны сен әлі білмейсің өткен не істеу керегін. Ал мынау енді ашпай-ақ белгілі ғой. Мынандай тең әдемі берді. Қасында кисточкаларымен. Рахмет. Біздің Аяла мейкапқа енді қызығып жүрген кезі. Жансая уже қызығып, бояп бетін көрді. Уже оған қызық емес. Ал неге мына сыйлықтарды ашып распаковка жасап көрсетпедіңіздер деп жатпасын деп қайтадан келіп, осыны ерінбей сіздерге қайтадан түсірдік. Бұйыртса, міне кіріп келді 8 жасы. Аяла 8 жасың құтты болсын. Достар, арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарийге толтырып кетіңіздерші Аялаға деген ыстық лебіздеріңізді. Біз күтеміз. Сау болыңыздар.